Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып көтсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айгүл бүгін 50 жасқа толды. Үй іші тыныш. Үстелдің үстінде кішкентай торт тұр. Қасында 2 шам. Екеуін ғана жақты. Неге екенін өзі де білмейді. Мүмкін қалған жолдарын санамау үшін шығар. Телефоны анда-санда дыбыс береді. Туған күніңізбен, денсаулық тілейміз, бақытты болыңыз. Бірақ бірде-бір хабар жүрегіне жетпейді. Айгүл терезеге қарап ұзақ тұрды. Көшеде адамдар асығып жүр. Біреулер гүл көтеріп барады. Біреулер күліп сөйлесіп келеді. Ал ол тағы да жалғыз. Қай жерден қателестім, деп сыбырлады ішінен. Айгүл жас кезінде өте әдемі еді. Қара шашы беліне дейін түсетін. Күлімдесе, бүкіл сынып қарақ қалатын. Университетте жүргенде оған талай жігіт сөз салды. Бірақ ол тек біреуін ғана таңдады. Серік. Ол кезде Серік оның әлем еді. Қарапайым, бірақ сөзге шешен, уәдеге берік сияқты көрінетін. Айгүл оған бәрін сеніп тапсырды. Жүрегінде, болашағында. Сені ешқашан тастамаймын деген еді Серік. Айгүл сенді. Бірақ бір күні бәрі күйреді. Ол күн әлі есінде. Жаңбыр жауып тұрған. Айгүл Серікті тосынсый жасаймын деп жұмысына барған. Бірақ есікті ашқанда, оның басқа қызбен күліп отырғанын көрді. Сол сәтте әлем тоқтап қалғандай болды. Айгүл, тыңда, деді Серік аптырап. Бірақ тыңдайтын ештеңе жоқ еді. Сол күні Айгүл тек бір нәрсені түсінді. Махаббат деген әркімге бірдей берілмейді. Содан кейін ол өзгерді. Жүрегін жапты. Жігіттерге сенбейтін болды. Жұмысқа кірісті. Әкесіне, анасына көмектесті. Іні қарындастарын оқытты. Уақыт өте берді. Бір кезде құрбылары бірінен соң бірі тұрмысқа шыға бастады. Балалы болды. Әлеуметтік желілерде бақытты суреттер. Ал Айгүл әр тойдан кейін үйіне келіп үнсіз отыратын. Саған да уақыт болды, дейтін туыстары. Әлі де кеш емес, дейтін көршілер. Таңдадың ғой өзің, дейтін кейбірі ашық. Айгүл тек жымиып қоятын. Ішінде не болып жатқанын ешкім білмейтін. Жылдар өте берді. 30, 35, 40. Сосын адамдар сұрауын да қойды. Оны кәрі қыз деп атады сыртынан. Айгүл сырттай мықты болды. Бірақ кей түндері жастыққа бетін басып, үнсіз жылайтын. Мен де бақытты болғым келді ғой. 50 жас. Бүгінгі күн. Айгүл шамдарды үрлеп өшірді. Тілегін де айтпады. Тілек айтудың мәні қалды ма? Деді күліп. Бірақ көзі мұңға толы еді. Сол сәтте телефоны тағы да дыбыс берді. Бейтаныс нөмір. Айгүл біраз қарап тұрды. Ашайын ба, жоқ па деп ойланып қалды. Соңында бәрібір ашты. Хабарлама қысқа ғана. Сәлеметсіз бе? Сіз Айгүлсіз бе? Мен сізді бүгін көрдім. Сөйлессем бола ма? Айгүл қабағын түйді. Қателескен шығар деп жауап жазбай қойды. Бірақ 1 минут өтпей жатып тағы хабар келді. Кешіріңіз, мазалағаным үшін. Бірақ сіздің көзіңізде бір мұң бар екен. Сол үшін жаздым. Айгүлдің жүрегі бір түрлі дір етті. Ол телефонды жайлап үстелге қойды. Бірақ ішіндегі бір сезім, ұзақтан бері ұйықтап жатқан сезім, қайта ояна бастағандай еді. Жоқ, маған енді бұның керегі жоқ, деді өзі-өзіне. Сонда да, бірнеше секундтан кейін ол телефонды қайта алды. Саусақтары дірілдеп тұрды. Жауап жазды. Иә, мен Айгүлмін. Сол сәтте ол әлі білмейтін еді. Осы бір қарапайым жауап оның өмірін түбегейлі өзгертіп жіберетінін. Хабарлама жіберілгеннен кейін Айгүлдің жүрегі қатты соға бастады. Өзі де түсінбейді. Неге толқып отыр? 1-2 секунд, сосын бірден жауап келді. Рахмет жауап бергеніңізге. Менің атым Нұрлан. Айгүл телефонға қарап отырып қалды. Әдетте ол бейтаныс адамдармен сөйлеспейтін, бірақ дәл қазір бір түрлі тоқтай алмай тұр. Сізді қайдан көрдіңіз? Деп жазды қысқа ғана. Бүгін дүкенде, терезе жақта тұрған едіңіз, біреу күтетін адам сияқты көріндіңіз. Айгүлдің жүрегі шым ете қалды. Біреу күтетін адам. Осы сөз оны әлсіз жерінен ұстап алғандай болды. Сол күннен бастап олар жазысуды тоқтатпады. Алғашында жай ғана амандасу, ауа райы, күнделікті әңгіме. Бірақ күн өткен сайын сөздері тереңдей бастады. Нұрлан өте сауатты жазатын,
әр сөзі ойланып айтылғандай. Кейде әзілдейді, кейде тым байыпты. Сізбен сөйлескенде уақыт қалай өткенін байқамай қалам, деп жазды бір күні. Айгүл еріксіз жымиып қойды. Мен де, деп жауап берді. Ол бұл сөзді жазам деп ешқашан ойламаған. Бір апта өтті. Кездесуге қалай қарайсыз? Деп жазды Нұрлан бір кеште. Айгүлдің қолы тоқтап қалды. Ішінде екі дауыс айқайлап жатқандай. Барма, қажет жоқ. Бір рет кездесіп көр, не жоғалтасың? Ұзақ отырды, сосын жазды. Жақсы, бірақ қысқа ғана. Кездесу қаладағы тыныш кофеханада өтті. Айгүл ертерек келді. Әдетінше, жүрегі тағы да мазасыз. Есіктен әр кірген адамға қарай береді. Сосын ол кірді. Орта бойлы, жинақы киінген, жүзі жылы. Көзінде сенімділік бар. Нұрлан бірден Айгүлді таныды. Жымиып келді. Сәлеметсіз бе? Дауысы да дәл жазғандай, сабырлы. Айгүл орнынан сәл тұрып, басын изеді. Сәлеметсіз бе? Алғашқы минуттар ауыр өтті. Екеуі де қысылып отырды. Бірақ Нұрлан әңгімені бірден жеңілдетіп жіберді. Сіз жазғанда емес екенсіз. Айгүл таң қалды. Қалай? Одан да әдемі екенсіз. Айгүл мұндай сөзді көптен бері естімеген. Бетіне қызыл жүгіріп өтті. Сол күннен кейін бәрі тез өзгерді. Олар жиі кездесе бастады. Серуендеу, кофе, ұзақ әңгімелер. Айгүл өзін қайта тірілгендей сезінді. Айнаға жиі қарайтын болды. Киіміне мән бере бастады. Тіпті ішінен ән айтып жүретін болды. Мен әлі де тірімін, деп ойлады бір күні. Бір кеште олар паркта отырды. Күн батып бара жатыр. Аспан қызғылт түске боялған. Нұрлан үнсіз отырды біраз. Сосын жайлап айтты. Айгүл, мен сізбен ашық сөйлескім келеді. Айгүлдің жүрегі біртүрлі қысылды. Айтыңыз. Мен сізді кездестіргеніме өкінбеймін. Керісінше, кешігіп қалғаныма өкінем. Айгүл үндемеді. Мен жалғыз адаммын. Өмірімде көп нәрсе болмады. Бірақ енді бос өткізгім келмейді. Сосын оның көзіне тіке қарады. Сізбен бірге болғым келеді. Айгүлдің көзінен жас шырқ кете жаздады. Осы сөзді ол қанша жыл күтті. Мен білмеймін, деді ол ақырын. Мен асықтырмаймын, деді Нұрлан жұмсақ дауыспен. Бірақ шын айтып, сіз маған жақын адам болып кеттіңіз. Айгүлдің ішінде бір нәрсе еріп кеткендей болды. Жылдар бойы жиналған мұз. Сол сәтте ол бір шешім қабылдады. Жақсы, көрейік, деді жай ғана. Нұрлан жымиып, оның қолын жайлап ұстады. Айгүл қарсы болмады. Сол түні Айгүл үйіне қайтып бара жатып, жүрегі жеңіледі. Көшедегі шамдарда әдемірек көрінді. Мүмкін, бұл менің кеш келген бақытым шығар. Ол алғаш рет осылай ойлады. Бірақ ол әлі байқамады. Нұрлан кейде телефонға жауап бермей қалатынын, кейде жұмыстам деп жоғалып кететінін, және ең бастысы, оның өмірінде Айгүлден басқа да біреу бар екенін. Алғашында Айгүл ештеңені байқамағандай болды. Нұрлан бұрынғыдай жазады, кездеседі, күледі. Бәрі жақсы сияқты. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Кішкентай ғана, көзге бірден түспейтін, бірақ жүрек сезетін өзгеріс. Бір күні кешке Айгүл оған хабар жазды. Қайдасың? Кездесеміз бе? Әдетте Нұрлан бірден жауап беретін, бірақ бұл жолы үнсіздік. 10 минут. 30 минут. 1 сағат. Телефонға қайта-қайта қарай береді. Бәлкім бос емес шығар, өзін жұбатады. Түнге қарай ғана жауап келді. Кешір, жұмыстамын, телефон қарай алмадым. Айгүл қысқа ғана жауап жазды. Жақсы. Бірақ ішінде бір нәрсе дұрыс емес екенін сезді. Келесі күндері бұл жағдай қайталана бастады. Кейде Нұрлан таңертеңнен кешке дейін жоқ болады. Кейде кешке ғана жазып, шаршап кеттім бүгін. Айгүл сенгісі келеді. Сенбейін десе, қорқады. Тағы да солай болып кетпесе екен. Серік есіне түседі. Жүрегі ауырлап кетеді. Бір күні олар кафеде отырды. Айгүл Нұрланға қарап отыр. Ол телефонға ба қайта-қайта көз тастайды. Бәрі дұрыс па? Деді Айгүл. Иә, жұмыс, ұсақ түйек. Деп қысқа жауап берді ол. Бірақ телефон тағы да дірілдеді. Нұрлан бірден өшіріп қойды. Айгүл байқап қалды. Кім жазып жатыр? Деді жай ғана. Нұрлан сәл кідірді. Жұмыстан. Жауабы дайын сияқты. Тым дайын. Айгүл үндемеді. Сол күні кешке Айгүлдің көңілі жайсыз болды. Ол терезе алдында тұр. Көшеде тағы да адамдар. Тағы да өмір. Ал оның ішінде бір күдік оянып келе жатыр.
Сол кезде телефоны шыр етті. Құрбысы Гүлнар. Айгүл, бірдеңе сұрайыншы? Сен бір ер адаммен жүрсің бе? Айгүл таң қалды. Иә, қайдан білдің? Бүгін сені біреумен көрдім. Ол адам таныс сияқты болды маған. Айгүлдің жүрегі біртүрлі соқты. Қалай таныс? Гүлнар біраз үндемей қалды, сосын айтты. Мен нақты айта алмаймын, бірақ абай болшы. Бір жерден көрген сияқтымын оны. Айгүлдің іші мұздап кетті. Қойшы, сен де, деп күліп жібергісі келді. Бірақ күлкі шықпады. Сол түні ол ұйықтай алмады. Нұрланның сөздері есіне түсе береді. Қылықтары, жоғалып кетулері. Жоқ, ол ондай емес. Бірақ неге жасырады? Екі ой арпалысып жатыр. Келесі күні Айгүл шешім қабылдады. Мен анық білуім керек. Ол Нұрланға хабар жазды. Бүгін кездесейік, маңызды сөйлесу бар. Жауап бірден келді. Бүгін болмайды, жұмыстамын. Айгүлдің штамы таусылды. Қай жерде жұмыстасың? Бұл жолы жауап кешікті. Сосын, сырттамын, кейін айтан. Айгүлдің жүрегі суып кетті. Неге нақты айтпайды? Сол сәтте ол бір шешімге келді. Күте бермеймін, өзі тексереді. Айгүл оның жиі айтатын жұмыс орнына баруды ұйғарды. Ішінде қорқыныш бар, бірақ одан да күшті нәрсе, шындықты білгісі келу. Бір сағаттан кейін Айгүл сол жердің алдында тұрды. Жүрегі қатты соғып тұр. Қазір бәрі анықталады. Ол ішке кірді, айналаға қарады. Бірақ Нұрлан жоқ. Айгүл бір қызметкерден сұрады. Нұрлан деген кісі бар ма мұнда? Қыз таң қалып қарады. Жоқ, бізде ондай адам жұмыс істемейді. Айгүлдің құлағы шулап кетті. Қалай? Деді ақын. Сіз қателескен шығарсыз. Айгүл сыртқа шықты. Аяғы қалдырап тұр. Басы айналып кеткендей. Сонда ол маған өтірік айтты ма? Телефонына қарады. Нұрланнан тағы хабар келіп тұр. Кешке сөйлесеміз. Айгүл телефонды қатты қысып ұстап тұрды. Көзіне жас келді. Бірақ бұл жолы ол жыламады. Ішінде бір нәрсе сынып кеткендей болды. Егер бұл өтірік болса, онда шындық қандай? Айгүл сол күні кешке дейін үндемеді. Нұрлан қайта-қайта жазды. Не істеп жүрсің? Бәрі дұрыс па? Неге үндемейсің? Бұрын болса ол бірден жауап беретін еді. Ал бүгін жоқ. Айгүл енді асықпады. Енді мен тыңдаймын, сен емес. Кешке қарай ол қысқа ғана жазды. Кездесейік, бүгін, қазір. Бұл жол Нұрлан бірден келісті. Жақсы, қайда? Айгүл бұрынғы кафені атады. Айгүл әдейі ерте келмеді. Бүгін ол күтіп отырғысы келмеді. Кафеге кіргенде Нұрлан әлдеқашан отыр екен. Бірден орнынан тұрды. Айгүл, не болды? Неге жауап бермедің? Дауысы алаңдаулы. Бірақ Айгүл енді басқа көзбен қарап тұр. Отырайық, деді суық қана. Екеуі үнсіз отырды. Бірнеше секунд. Ауыр тыныштық. Сосын Айгүл тіке сұрады. Сен қайда жұмыс істейсің? Нұрлан сәл тосылып қалды. Айттым ғой? Жоқ, нақты айт. Дауысы қаттырақ шықты. Нұрлан көзін тайдырып әкетті. Айгүл, сен маған сенбейсің бе? Жауап бер. Үнсіздік. Бұл жолы ұзақ. Айгүл бәрін түсініп отырды. Бірақ бәрібір оның аузынан естігісі келді. Жақсы, деді Нұрлан ауыр көсініп. Мен саған бәрін айтам. Айгүлдің жүрегі қысылып кетті. Міне, шындық. Мен толық жалғыз емеспін. Сол сөз жеткілікті еді. Айгүлдің іші мұздап кетті. Яғни, деді әр сөзін бөліп. Менің бір отбасым бар. Әлем тағы да тоқтап қалғандай болды. Айгүл ештеңе естімей қалғандай. Бір, деді баяу. Нұрлан үндемеді. Бұл үнсіздік бәрін айтып тұр. Тағы кім бар? Деді Айгүл енді тік қарап. Нұрлан көзін көтер алмады. Айгүл, бәрі күрделі. Нақты айт. Дауысы дірілдеп шықты. Сосын, екінші әйелім бар. Айгүлдің қолы үстел үстінде дірілдей бастады. Ал сен, деп тоқтап қалды. Сен үшінші болдың. Сол сәтте Айгүлдің ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Жүрек емес, сенім. Сен басынан білдің бе? Деді ол әрең. Жоқ, мен айтқым келді. Бірақ не? Сені жоғалтқым келмеді. Айгүл ащы күліп жіберді. Сондықтан алдадың ба? Мен сені жақсы көрем. Жетеді. Кафедегі адамдар бұрылып қарады. Айгүл оған енді бөтен адамдай қарап тұр. Сен мені жақсы көрмейсің. Сен тек өзіңді жақсы көресің.
Нұрлан жақындамақ болды. Айгүл, тыңдашы, бәрін реттеуге болады. Қалай, үшеуміз бірге тұрамыз ба? Деді ол мысқылдап. Нұрлан үндемеді. Айгүл орнынан тұрды. Көзінде жас жоқ, бірақ ішінде дауыл. Мен 50 жыл күттім, деді баяу. Ал сен мені үшінші еттің. Нұрлан орнынан тұрып, мен бәрін өзгерте аламын, деді. Айгүл тоқтады. 1 секундқа ғана. Сосын артына қарамай, жоқ, сен ешқашан өзгермейсің. Айгүл далаға шықты. Ауа суық сияқты. Бірақ ол ештеңе сезбей тұр. Тағы да сол. Тағы да сенім. Тағы да алдау. Бірақ бұл жолы бір айырмашылық бар еді. Бұл жолы ол әлсіз емес. Телефоны тағы да дірілдеді. Нұрлан, кешірші, сөйлесейікші. Мен сені шынымен жақсы көрем. Жауап берші. Айгүл экранға қарап тұрды. Бір кезде осы хабарларды күтіп отыратын. Ал қазір ол жай ғана телефонды өшіріп қойды. Үйіне келген соң айна алдында ұзақ тұрды. Көзі қызарған, жүзі шаршаған. Бірақ көзінде жаңа бір нәрсе бар. Ашу ма? Әлде ояну ма? Мен енді не істеймін? Ал алда ең қиын шешім күтіп тұр еді. Үй іші бұрынғыдан да тыныш еді. Айгүл есікті жай ғана жапты. Әдетте жақты бірден қосатын, бүгін қоспады. Қараңғы бөлмеде тұрып қалды. Себебі сырттағы қараңғылықтан гөрі ішіндегі бос кеңістік ауыр еді. 1 сәт, 2 сәт. Сосын ол жайлап диванға отырды. Телефоны сөмкесінде. Біледі, ішінде тағы да хабарлар бар. Бірақ ашқысы келмейді. Енді не өзгереді? Көз алдына бүгінгі көрініс қайта-қайта келе береді. Нұрланның көзі, үні, үшінші әйелім деген сөзі. Айгүл көзін қатты жұмды. Жоқ, жеткілікті. Бірақ жүрек тоқтамайды. Жүрек бәрін қайта тірілтеді. Бір кезде ол жылап жіберді. Бірден емес, ақырын ғана, үнсіз, жастыққа бетін басып. Бұл жай ғана жылау емес еді. Бұл жылдар бойы жиналған жалғыздық, үміт, күту, сенім, бәрінің бір сәтте сынып түсу еді. Мен неге тағы да, деді үзіліп-үзіліп. Түн ұзақ болды. Айгүл көзіле алмады. Біресе өзін кінәлайды. Неге сендің? Неге тексермедің? Біресе оны неге алдадың? Сосын тағы да үнсіздік. Таң ата бастағанда ғана ол орнынан тұрды. Айна алдына келді. Өзіне ұзақ қарады. Кеше ғана бақытты әйел тұрғандай еді бұл жерде. Ал бүгін басқа адам. Бірақ әлсіз емес. Жоқ. Көзінде жас бар. Бірақ ішінде бір қаттылық пайда болған. Мен бұлай қала алмаймын. Сол кезде телефоны тағы да дыбыс берді. Айгүл баяу барып қолын алды. Нұрлан, ондаған хабар. Кешірші, сенсіз болмайды. Мен бәрін реттеймін. Бір мүмкіндік берші. Айгүл әр хабарды асықпай оқыды. Бұрын болса жүрегі еріп кетер еді. Ал қазір әр сөз жалған сияқты. Телефон шырылдады. Нұрлан қоңырау шалып жатыр. Айгүл біраз қарап тұрды. Көтермей қоюға да болар еді. Бірақ жоқ, бұл жолы қашпаймын. Ол қоңырауды қабылдады. Алло, деді салқын ғана. Арғы жақтан таныс дауыс. Айгүл, өтінем, тыңдашы. Айта бер. Нұрлан асығып сөйлей бастады. Мен бәрін түсіндірем. Ол жай ғана жағдай. Мен сені басқаша жақсы көрем. Айгүл көзін жұмды. Қалай? Деді жай ғана. Сен ерекше адамсың. Қалған екеуі ше? Үнсіздік. Сосын ауыр дем. Ол басқа. Жетеді. Дауысы бұл жолы тыныш шықты. Бірақ өте қатты. Сен мені ерекше дейсің. Бірақ үшінші еттің. Деді Айгүл баяу. Жоқ, сен олай ойлама. Мен ойлап тұрған жоқпын. Бұл шындық. Тағы үнсіздік. Айгүл, мен сені жоғалтқым келмейді, деді Нұрлан әлсіз дауыспен. Айгүл терезеге қарады. Күн шығып келеді. Жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Ал мен, деді ол ақырын, өзіңді жоғалтқым келмейді. Сол сөзден кейін жүрегі жеңіліп кеткендей болды. Нұрлан бірдеңе айтпақ болды.
бір шанс. Бірақ Айгүл тоқтатты. Жоқ. Қысқа, нақты. Бәрі бітті. Сосын қоңырауды өзі өшірді. Телефонды үстелге қойды. Қолдары дірілдеп тұр. Жүрегі ауырып тұр.